Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз менің ақ лағым бар деген тақырыппен танысамыз. Менің лағым, сенің лағың, сіздің лағыңыз, оның лағы. Жаңа сөздер: секіреді, еркелейді. Оқылым айтылым, оқы қайтала. Лақ секіреді, лақ еркелейді. Тыңдалым айтылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Мәтін не туралы? Мәтін лақ туралы. Лақ қандай? Лақ ақ. Лақ не істейді? Секіреді, еркелейді. Лақ кімге еркелейді? Иесіне. Дұрыс айт. Секіреді, еркелейді, ақ лақ. Жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма: мәтін мазмұны бойынша кестені толтыр. Бұл ақ лақ. Лақ қандай? Ақ түсті, сүйкімді. Лақ не істейді? Секіреді, еркелейді. Жазылым үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Менің лағым бар, сенің лағың бар. Сіздің лағыңыз бар, оның лағы бар. Менің алмам бар, сенің алмаң бар. Сіздің алмаңыз бар, оның алмасы бар. Жазылым төртінші тапсырма. Өзің жақсы көретін үй жануарының төлдері туралы шағын мәтін жаз. Төлдерді сипатта, олардың не істейтінін жаз. Маған бұзау ұнайды, ол сиырдың төлі. Менің бұзауымның түсі қоңыр және өте сүйкімді. Ол жүгіреді, мөңірейді. Айтылым. Бесінші тапсырма. Мына суреттегі лақтар туралы қандай мультфильмдерді білесің? Досыңмен диалог құр. Досым, сен лақ туралы мультфильм білесің бе? Жоқ, білмеймін, бірақ көргім келеді. Мен 7 лақ туралы мультфильм білемін. Менімен бірге көресің бе? Иә, рахмет саған. Кел жаттайық. Бөрте лақ. Шөре-шөре лағым, тентек болма шырағым. Секектеме деміңді ал, селтең деме құлағың. Есте сақта, қорада лақ бар. Менің ақ лағым әдемі. Менің лағым сүйкімді. Лақ секіреді, маған еркелейді. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыз.